Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода сіздер распаковка тамашалайтын боласыздар. Маған Pinduoduo сайтынан көптеген товар келді. Мынаны қараңыздар. Мынаның барлығы бізден Pinduoduoдан келген товарлар. Осыны сіздермен қазір ашып көретін боламыз. Әдейі канцелярский нож алып алдым. Көптеген сіздерді күшті қызықты заттар күтіп тұр. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ондай болатын болса кеттік. Мынау коробкада бізде мен өзім білмеймін не екен бұл. Бірақ мектепке арналған рюкзак деп ойлаймын қызымдікі. Бірақ мен ерекше рюкзак заказ еткен болатынмын. Совсем детский емес, арнайы барлық жаңағы образдарға кете беретін классический, өте әдемі жинақы көрінетін рюкзак алдым. Өзімнің талғамым бойынша бұны енді қатты арзан деп айта алмаймын. Өте сапалы кожаный рюкзак. Міндетті түрде осы видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. И қазір сіздерге жақынырақ көрсететін боламын. Мына қараңыздар, мынандай рюкзак өте әдемі, патшадан жасалған. Барлық жері, тігістері өте сапалы стильден. Қазір сіздерге жақынырақ көрсететін боламын. Аккуратный, бір-екі кітап, бір-екі дәптер сиятын. Аса қатты үлкен емес. Риза болған заттарымның бірі ол осы рюкзак. Қараңыздар, қандай әдемі милашка, мынау кожасы әп-әдемі, жұп-жұмсақ, замогы бар, бәрі сапалы жасалған, тігістері де Пат Шанель жасалған. Мына матасы, мата мынау, мына жеріндегісі ашылады, қалташасы. И мына жерде кәдімгі ішіне 2-3 кітап, дәптер барлығы сияды. Басқа да рюкзагы бар үлкендеу, сол үшін аса қатты көп сабақ болмаған күндері осыны ауыстырып ұстайтын болады. Мынау полностью регулировка, то есть қысқартып, ұзартып, өзінің бойына ыңғайлап істеп береміз. Өте әдемі. Даже кішкентай қыздарға емес, кез келген қыз келіншекке өздеріне алсаңыздар да болады. Өте әдемі, сатуға да алсаңыз болады. Ішінде мынандай пыльнигі жүреді, коробкамен, даже қымбатқа сатсаңыздар да болады екен. Ал келесі біздің затымыз қызық болып тұр. Қорабына қарағанда аяқ киімге ұқсайды. Аяқ киім сияқты. Бұл менің қызымның мектебіне арналған аяқ киім болу керек. Қараңыздар, өте сапалысын, әдемісін заказ бердім. Бізде бұндай түрі жоқ. Қазір міндетті түрде сіздерге жақынырақ көрсететін боламын. И міндетті түрде видеоның астында сілтемесін тастап кетемін. Қызыма деп алған аяқ киімді қараңыздар, жақыннан көрсетейін. Өте сапалы орындалған, қатты арзан емес, бірақ қатты қымбат та емес. Бізде бұл түрлері жоқ. Аяқта әдемі көрінеді деген сенімдемін. Қызымның аяғында түсіретін болсам, көрсететін боламын сіздерге. Келесі зат. Ол бізде қызыма арналған мектепке түрлі түсті қарандаштар. 2 түс бар. Мына жерде өте сапалы. Бұл сатушыдан мен алдыңғы жылы алған болатын. Маған өте қатты ұнаған сапасы. Мына жер бұл намасли. Намасли жақынырақ ашып сіздерге көрсететін боламын. Сілтеме қалдырып кетемін. Жаңа карандаштар сізге сразу ашып көрсетейін дедім. Қараңыздар, өте сапалы масляный карандаштар. Осылай жүреді. Мынаны салып жіберген. Қорапты бұлғамау үшін түрі мне мынандай болып келеді. Ішінде 72 штук. Келесі затымыз ол осындай рубашка. Қызыма мектепке жаңағы ақ көйлек заказ берген болатынмын. Қазір мен сіздерге жақынырақ ашып көрсетейін. Жаңағы бөлек келген рубашка осындай. Міне ақ рубашка. Өте сапалы, кәдімгі хлопок. 130 деген ростовка алдым. Қызым 2-ші сыныпқа барады. Қолы жеңі қысқасын алдым. Әдейі қазір бізде Шымкентте өте қатты ыстық. Сол үшін октябрь, ноябрьге дейін осыны киетін болады. Келесі ол қызыма арналған нәскилер. Қараңыздар, әртүрлі түсте
мектепке киюге заказ бердім. Мына жерінде ажурный нелері бар. Өте әдемі. 2 пачка заказ берген болармын. Қараңыздар. Қыз балаға өте әдемі, ыңғайлы деп ойлаймын. Қазір жақынырақ көрсететін болады. Келесі бізде қызыма арнап әдемі кофточка заказ берген болатынмын. Қараңыздар. Қазір ашып көрсетейін біреуін. Әдемі кофточка заказ берген болатынмын. Ал қалғанын сатамын деп алдым. Қараңыздар. Өте жұмсақ, жеп-жеңіл осындай әдемі мектепке киетін кофточка. Міндетті түрде сілтемесімен бөлісетін боламын. Келесі затымыз ол қызыма мектепке арнап әдемі пенал заказ берген болатынмын. Бұндай түрі бізде мүлдем жоқ екен. Қараңыздар, қандай әдемі коробкаға орап жіберген. Даже сатуға алуға болады екен. Вообще күшті. Кез келген қызға сыйлыққа алып берсеңіздер де, не сыйлайтынын білмесеңіздер де, мектеп жасындағы қыздарға осындай пенал алсаңыздар болады. Упаковкасы өте әдемі екен. Сырты жақсы, қалың резинадан жасалған. Бәрі өте сапалы. Қазір мен сіздерге жақынырақ көрсететін боламын. Жаңа жақынырақ көрсетем деген пенал. Міне осындай, қараңыздар, мынау пластик. Өте әдемі жасалған. Осындай қорапшаның ішінде жүреді. Ерекше, бізде бұндай жоқ. Сапалы. Осындай сыйлыққа да, қыздарыңызға да алсаңыздар болады. Келесі затымыз ол бізде қызыма арналған мектеп формада. Әдемі формада заказ берген болатынмын. Тройка. Қазір мен сіздерге жақынырақ әдемілеп ашып көрсетемін. Мына тройканың сапасына өте риза болдым. Бұл жол тройканың ішінде мен ұзын жеңдісін заказ бердім. Мынау жұмсақ матасы. Мамық күшті болып тұр. Бұл жерде де 130 росты. Қараңыздар, мынандай юбка. Әдемі. Астында подкалады бар. Юбкасы сұр түсте, ал үстіндегі жейдесі, жемпірі осындай темно-синий түсте, көк. Жұмсақ, мынаның сапасы өте жақсы. Қатты арзан емес, қатты қымбат емес, осындай орташа бағада. Тағы да басқа мектеп формалар бар, ауыстырып жүргенге, мындай қалтасы бар екен, алдында түймесі ашылады. Матасы өте мамық. Осыны алуға сіздерге міндетті түрде кеңес беремін. Міне достар, жаңағы распаковка істеген, полностью Pinduoduo сайтынан келген школьная форма, аяқ киім и рюкзак. Барлығы өте әдемі болды, размері де жақсы келген. Аяқ киімнің де размері жақсы болып тұр. Рюкзагы бәрі Дианаға әдемі жараса кетті. Красотка моя. Осы видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, баршаңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда Қытаймен бизнес жайлы, Қытай сайттары жайлы өте пайдалы көптеген ақпараттар бар. Және қызықты распаковкалар өте көп.